Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Ғаламторда тозақ қақпасы деген жұмбақ атауы бар. Шөл даланың ортасында жерден атқылаған отты көрсететін фотолар мен видеолар өте көп. Шөлдің сары құмдарының арасында жанып жатқан жалынды көру тіпті тәжірибелі саяхатшыларды да қызықтырды. Бірақ бұл кереметтің қайдан және қалай пайда болғанын білетіндер аз. Сіздермен бірге Қызықпен бірге арнасы. Егер сіздерге бұл кереметтің қалай пайда болғаны қызық болса, видеоны аяғынан дейін көріп, лайк басып және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Дәл осындай қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіз. Ал біз видеоны бастаймыз. Дарваза парсы тілінен аударғанда қақпа дегенді білдіреді. Түркменстандағы ірі газ кратері. Жергілікті халық пен саяхатшылар оны аспан асты елінің қақпасы немесе тозақ қақпасы деп атайды. Ол Ербен тауынан 90 шақырым жерде орналасқан. Диаметрі 60 метр, ал тереңдігі шамамен 20 метр болады. Ендеше біз бұл ғажайыптың қалай пайда болғаны туралы айта кетейік. 1971 жылы Түркмен Кеңестік Социалистік Республикасындағы Дарваза елді мекенінің маңында геологтар жер асты газының жинақталғанын анықтады. Қазу нәтижесінде геологтар жер асты үңгіріне тап болды. Содан кейін топырақтың жоғарғы қабаты опырылып кетті. Барлық жабдықтары мен көліктері кратерге құлап кеткен. Қуанышқа орай адамдар зардап шеккен жоқ. Адамдар мен малға зиянды газдар сыртқа шығып кетпес үшін оны өртеу туралы шешім қабылданды. Геологтар өрт бірнеше күннен соң сөнеді деп ойлаған, бірақ олар қателесті. 1971 жылдан бастап кратерден шыққан газ тоқтаусыз күні-түні жанып жатыр. 2004 жылы Түркменстан президенті Сапармұрат Ниязовтың шешімімен Дарваза елді мекені таратылған болатын. 2010 жылы жергілікті билікке одан құтылудың жолдарын іздеуге немесе жақын маңдағы газ кен орындарына игеруге кедергі келтірмейтіні туралы көз жеткізу тапсырылды. Бірақ тоқтаусыз шығып жатқан газдың салдарынан оны өшіру мүмкін емес болды. Дегенмен 2013 жылы президент жарлығымен Қарақұмда, оның ішінде Дарваза кратері мемлекеттік табиғи қорық құрылды. 2013 жылы Канададан келген атақты саяхатшы Джордж Каронис зерттеу жүргізу үшін кратердің түбіне түскен болатын. Ол кратердің түбінен жоғарғы температурада тіршілік ететін бактерияларды тапты. Бұл бактериялар басқа еш жерден табылмады. 2014 жылы Түркменстанның туризм жөніндегі мемлекеттік комитеті бұл кратерді туристері тарту үшін қарастырды. 2022 жылдың 7 қаңтарында Курбангулы Бердімұхамедов вице-премьер Шахим Абрахмановқа карьерді сөндірудің жолын табуды, қажет болған жағдайда шетелдік мамандарды тартып мамандандыруды тапсырды. Және бұл жасалу мүмкін. Егер сіз бұл карьер жайында мен айтпай кеткен қызықты мәліметтерді білетін болсаңыз, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Сонымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып қолдап кетейік. Және осы секілді қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.